Каспий магазин ашқан кезден бастарымды білмей жүрмін деген жандар үшін бұл видео пайдалы болатыны сөзсіз, себебі ең бірінші қадам ол жеке кәсіпкерлікті тіркеуден басталады. Соны бүгін сіздерге пошагово көрсететін боламын. Міндетті түрде жеке кәсіпкерлігіңізді тіркеген кезде налогтық режимді дұрыс қойыңыздар, және де жеке кәсіпкерліктің ай сайынғы міндетті төлемдерін ұмытпаңыздар. Ол әр айдың 25-іне дейін құйылу қажет. Ол дегеніміз медициналық сақтандыру, әлеуметтік сақтандыру, және де пенсионный фондқа құйылатын ақшалар. Егер де сізде осы айда мысалға доход болса, яғни қандай да бір товар сатқан болсаңыз, онда барлық төлемдерді жасайсыз. Ал доход болмай нөлмен жабатын болсаңыз, осы айда онда тек қана медициналық сақтандыруға ақша құйсаңыз болады. 2024 жылдың қараша айында шыққан заң бойынша, егер мүлде төлем жасалмаса, сіздерге айыппұл келіп түсуі мүмкін. Ал енді осы жеке кәсіпкерлік тіркеу үшін өзіңіздің мобильді қосымшаңыз арқылы Каспийге кіресіз. Оның ішінде госуслуга жеке кәсіпкерлікті тіркеу деп таңдайсыз. Ары қарай өзіңіздің салаңызды белгілеуіңіз қажет. ОКЕТ дейміз. ОКЕТке 47-910, яғни почта және де интернет желісі арқылы сату дегенді таңдап қоясыздар. Одан кейін барып екінші тұрған салық режимі, ол 3% режимді таңдайсыз, яғни бүкіл түскен табысыңыздың 3%-ын салық ретінде төлеп отырасыздар. Ол жылына 2 рет отчеттарыңызды және де декларацияларыңызды тапсырғаннан кейін төленетін болады. Ары қарай егер де тек қана осы кәсіппен айналысатын болсаңыздар, жалғастыру дейсіздер. Ал басқа да, мысалы, түрлі қызмет көрсететін болсаңыздар, мысалы, кейбіреулер ремонтпен айналысады, сондай қызмет түрлерімен айналысатын болсаңыздар, 4 салаға дейін қосып жазсаңыздар болады. Тек қана Каспий болса, жалғастыру деп басамыз да, ең соңында документтерге қол қоямыз. Міне болды, сіздің жеке кәсіп